Қанша айлық аласыздар? 292 теңге. Қолымызға тиетіні. Көтерілмей ме ол? Кредиттеріңіз бар ма? Сол Бар мәселе. ғой. Не жұмыс жасайсыздар жаңағы? Біз бөліп берген территориямыз тазалап жүруіміз керек. Айлығымызды көбейтсін. Иә. Ауылдың депутатын танисыздар ма? Танимыз? Сержан ба? Сержан. Бұдан Жұмысына кетпейді. көңілдеріңіз тола ма? Толады. Сайлау алдында бағдарламалары бар. Бәрінде толады. Жақсы депутатымыз. Айтқанымыз істеп жатыр ғой. Әкіміміз тағы да жақсы. Әкімге жан-жақтың бәрі таза болды. Көңілдеріңіз толады. Толады. Өйткені жасылан. Мыңтай. Ашық па есігі? Ашық. Халыққа жақын ба? Жақын халыққа. Халықтың істеп жатыр ғой айтқанның бәрін. Полигонды полный жауып тастады. Асфальт сатпеді. Одан кейін көпірдің бәрін істеді. Иә, жағдайымыз істеп жатыр. Мұны алғыс өзіміз әкімізге. Асфальт сап қойды. Көпіріміз бар. Көшенің бәріне асфальт салды. Рахмет әкімімізге, барлығымызға да, Ақмарал апайға да осы жерде ешқандай жалобымыз жоқ. Жалобымыз жоқ, ешқандай да бәрі жақсы. Тек осы тазалықпен айналысасыздар ма? Тазалықпен, иә? Егін, мал шаруашылығы бар ма? Жоқ, бізде жоқ қой, біз только тазалықтың адамдарымыз ғой. Сіздерде сол 71 мыңнан айлық. Иә, бәрімізге бірдей ғой, бірдей айлығымыз. Айлыққа көңілдеріңіз толмайды. Енді Ал ауылдың ауруханасына көңілдеріңіз тола ма? ой, білмеймін аурухананы. Ауруханаға барамыз ғой. Білмеймін, барамыз, ауруымыз жазылып Береді кетеді. әйтеуір бәрі. Бар болса береді. Жоқ болса жаңағыдай ақша. Мен өзім шөпте Тегін тұрамын. дәрі аласыз ба? Давлениемен тұрамын. Тек давлениеге береді. Тегін бере ма? Тегін береді, иә? Әкеп береді үйімізге. Кешіктірілмей ме? Жоқ, кешіктірмейді, ешқандай да кешіктірілмейді. Уақытылы әкеп береді. Сәлем айтсын. Туған жерге сәлем айтайық. Бабай қорғанға гүлдене берсін, көз тимесін. Депутатымыз да жақсы. Өстіп келіп тұрсаңыздаршы әр кезде. Айлықты уақытылы аласыздар ма? Уақытылы береді, беріп жатыр. Уақытылы береді, иә. Кешікпей ма? Қанша айлық аласыздар? Сол 71 мың қолға тиеді. Өлеңіміз көп дегендей ғой. Осы әкім келгелі біраз нәрсе өзгерді. Біраз нәрсе жаңартып жақсы істеп жатыр. Депутаттардың сайлау алдындағы бағдарламасы бар. Халыққа берген уәделері бар. Жалпы орындалып жатыр ма? Сержан ғой. Сержан сайланған ғой. Иә, Сержан. Мәселен төрағасы Сержан сол ғой біздің ауылда. Ол да жақсы көмектесіп Сол кісі иә көмек беріп жатыр. Анамды өзендерді тазалайды, экскаваторын жібереді, погрузчик жібереді. ана қарғындарды да әкеп нелерін погрузчиктерін машиналарын жіберіп соның бәрін алдын бөгітіп жатыр ғой. Бекітіп техникасын берді. иә, жақсы. Жақсы иә деп. Халқым елім деп көмектесті бәріне. Сержанның ешқандай кінәсі жоқ. Әкімімізге де рахмет, бәрімізге асфальт қойды. Рахмет, светіміз жүрді. Көпір салып жатыр. Ешқандай ренішіміз жоқ. Аллам. Жалпы қанша адам жұмыс жасайсыз қасыңызда? Мен бір өзім. Бір өзіңіз ба? Қалған балдар сат тасиды. Мен осы акиматтың алдында гүлдерге қараймын, тал суарамын. Тазалдан жағын тазалаймын. Сол. Жалпы көңіліңіз толады? Иә, толады. 4 қазаннан бастап осы мектепке жастар практикасы бойынша жұмысқа орналастық. Алғашқы жұмысым осы мектеп қабырғасынан бастаған. Мектепте қазіргі таңда информатика пәнінен практикада жүрмін. Мұғалімдермен бірге оқушыларды қадағалап, сол мұғалімдерге көмектесіп, мұғалім ретінде алғашқы жұмысым. Иә, мектепте барлығы, иә, ұнайды. Қанша уақыттан бері жұмыс жасайсыз? 5 ай болды. 5 ай болды ма? Жұмысыңыз өзіңізге ұнайды ма? Иә, ұнайды, жақсы. Қанша айлық аласыз? 85. 85 айлық. Жете ма жалпы? 85-тен. Ол жерде үйрену мақсатында жүргеннен кейін, бірақ жетпейді ғой ештеңе. Мен бұл жақта просто үйрену үшін жүргеннен кейін енді бастап қойып. Иә. Бірақ 85 мың теңге ештеңе жетпейді ғой. Қай жерді бітіріп келдіңіз? Түркістанда ТМК-ны, Түркістан жоғары медициналық колледжін бітірдім. Осы ауылдың тұрғынысыз? Иә, осы ауылдың тұрғынымын. Толады. Толады, иә. Жақсы үйреніп жатырсыз. Иә. Әр оқулыққа белгіленген, бөлінген алған нелер бар, ассистенттер бар, көмекшілер. Сол кісілер келіп, жаңағы менің қызым бар, оқуды бітірді дейді. Сонымен біз жаңағы шақыртамыз, жұмыссыз тіркеліңіз деп айтамыз, консультация береміз жалпы. Сонымен келіп, жолдамаларын алып, жұмыс істеп жатады. Бұл ауылда күміс жас бар ма?
Бұл ауылда ма күміс жақсы жоқ, күміс жас жоқ. Тек осы жастар практикасы. Жастар практикасынан биылғы жыл жолданғандар 6, грант алған азаматтар бірінші, екінші лек бойынша жаңағы 7 азамат. Одан кейін жастар қоғамдық жұмыс бойынша 72 адам жұмыс істейді. Бізде қазіргі таңда 4 жалпы орта мектеп бар, 2 бастауыш мектебі бар, 2 амбулаториямыз, 2 фак жұмыс істеп тұр қазір. 6920 халық саны. Біз жасында ауыл шаруашылығы, егін, мал шаруашылығы, сонымен айналысады халық. Жұмыспен қамтудан қанша қызметкер жұмыс жасап жатырсыз? Бізде 70-тен аса, 72 мың адам бар. Қоғамдықпен алынған. Өйткені бізде жұмыссыз адамдар көп болды да тіркелген. Сол бойынша алынған. Тіркелгеннен кейін уже алынады ғой. Сол бойынша алынған. Басқа ауылдарда ондай емес екен. Қанша ауыл округ қарайды сізге? Қазір бізде округте 6 ауыл бар. 2-4 ауыл бар да. Абай, Құмайқас, Үлгілі, Баурай. 4 ауыл бар. 2 ауыл Игілік Абайға қарайды, кішкентай ауылда. Көксарай деген ауыл, онда Абайға қарайды. 2 ауыл Абайға қарайды. Екеуінде бастауыш мектебі. Ол 70 қызметші қайда қазір? 70 қызметші қазіргі таңда жұмысын істейді. Қазір әр графигіне көшелерге беріп қойғыз. Халыққа ашықсыз ба? Ашықпыз, халық өз мені осы жерге сайлады. Осы жердің тумасын, осы жерде туып өстік қой, тұрмыс тіршілігін. Халқын білеміз. Сол үшін халық сеніп осыдан бір 7-8 ай бұрын сайлаудан осы мені осы жерге алла беріп түстік қой, мына халықтың.